Сегодня я была участником первого международного форума педагогов дошкольного образования «Бала шактан болашакка». Замечательный форум прошел с участием гостей республики и зарубежных стран России, Белоруссии и других участников. Целью форума было распространение передового педагогического опыта Северо-Казахстанской области. И сегодня мы были свидетелями того, как педагоги с удовольствием делились инновационными идеями, накопленным опытом и передовыми технологиями. Об этом свидетельствует вышедший трехтомный сборник, в который вошли 400 статей. Хочу сказать, что это настоящая методическая копилка передового педагогического опыта всей страны. Поэтому думаю, что сегодняшний форум дал старт новому витку генерации идей, нововведений и реформ в дошкольном образовании. Бұл форум еліміздегі мектепке дейінгі білім берудің бүгінгі келбеті мен келешегін сараптап, жаңа идеялар енгізетін алаң. Балалардың білімге деген болашағы үшін ортақ ісіміздер әр қадамы маңызды. Являюсь участником первого международного форума, организованного Управлением образования Северо-Казахстанской области, методическим центром. Данный форум объединил всех педагогов дошкольного образования Российской Федерации, Белоруссии, Казахстана. И в рамках данного форума также проводится семинар центров компетенции. Центр компетенции – это уникальные проекты, которые способствуют дальнейшему творческому росту педагогов, творческому поиску педагогов. Поразила, конечно же, выставка. Выставка уникальная. Столько работ, столько творческого мастерства, столько вдохновения, столько интересных проектов выполнен своими руками педагогов, воспитателей. Остается только поблагодарить за такое масштабное мероприятие, которое организовал методический центр. Спасибо вам большое. Бүгін біз мына Солтүстік Қазақстан облысына, Абай ауданы, Семей қаласы, соның ішінде Нұрдәулет балабақшасынан келдік. Бүгінгі форум өте қызықты, жоғары деңгейде өтті деп айта аламын. Абай атамыз айтқандай, ұстаздық еткен жалақбас үйретуде баладан демекші, біз педагогтар үнемі ізденіс үстінде жүреміз. Бала шақтан болашаққа демекші, қазіргі өсіп келе жатқан ұрпақтарға жақсы тәлім, тәрбие беру, ол біздің педагогтарымыздың міндеті. Жақсы бала тәрбиелеу, елім, жерім дейтін нағыз патриотты тәрбиелеу бұл тәрбиешілерден басталады. Біз балаларға осы фундаментті, осы бала бақшадан басталады деп нық сеніммен айта аламын. Форум жақсы өтті, рахмет. Мен Мустафина Жазира Сұлтанқызы, Алматы қаласы, Алатау ауданы, нөмірі 148-ші бөбекжай балабақшаның әдіскерімін. Бүгінгі мынау жиналып жатқан Петропавл қаласындағы форумға өте көңілім толды. Мына жерде жасалған көрмелер, балабақшадан келген көрмелер маған өте қатты қызықтырды. Соның ішінде айта кетсем, Google картамен жасаған жәнегі қалаларға саяхат деген көрме маған өте қатты ұнады. Жәнегі сондықтан өте сіздерге ризашылықтарымызды білдіреміз. Және тағы да айтарым, форумда маған басқа Ресей Федерациясына қатысқан, басқа қалалардан қатысқан оқытушылардың балалармен жұмыстары өте қатты ұнады. Сіздерге рахмет. Мы приехали на такой прекрасный форум. Детский сад «Мирас» показывает свои такие вот рукодельные работы. Нам очень нравится, очень понравилось. Будем делиться опытом. Сәлеметсіздер ме? Мен Ақмола облысынан Атбасар қаласынан Еркежан балабақшасының тәрбиешісімін. Бүгін Петропавл қаласына осындай форумға келіп жатырмыз. Қазір біз Мирас балабақшасындамыз. Бұл жерде бізге әртүрлі білімдермен, ойындармен, тәжірибелермен алмасып жатыр. Барлығы күшті, ұнап жатыр. Өзімізге білер-білмес тәжірибелерімізді алатын боламыз. Барлықтарыңызға рахмет.